Сәлем достар. Қазір біз ойын ойнаймыз. Айбар мен Заңғармен ойын ойнаймыз. Мына жерде мындай домалақ тұр. Осының ішіне пеналды қойып айналдырамыз. Егер де басы қай жерге түседі, соның болады. Мына жерде мына X деген бар. Яғни X ештеңе алмайды. Сосын айналдыру бар. Тағы да екінші рет айналдырады. Сосын шарик, чипсы, мына барлығы, короче. Так, қазір айналдырып бастаймыз. Бірінші one two free істейді. Айбар мен one two free істеңдер. Кім бірінші болды? Заңғар? Ал, давай айналдыр. Не түсті? 100 теңге. 100 теңге? Да. Қазір 100 теңге беремін. Айбар Заңғарға бер, Айбарға бер. Не түсті? Кесик. Ничего. Ештеңе. Давай, тағы да. Не түсті? Мүквей? Ала қой. Ал. Айбар айналдыр. Чипсы. Чипсы? Это мой любимый. Давай. О! Стейком. Смак. Ақырын айналдар. Тоқтар суда түскенде де атыз. Мана алып қоям ба? Жоқ. Қайта айналдыр. Қайта алайын. Нет. Қайсы түсті? Этот сағыз. Сағыз? Давай, Заңғар. Сикіз мой любимый. Альбени. Қайттан. Қайттан айналдыр дейді. 100 теңге. 100 теңге? Обратно ба? Жоқ, 100 теңге аласың. Сок. Сок. Заңғар, сен бәрін алып кеттің ғой. Жоқ, менде только екеу. Пустота. Қайттан. Шарик. Шарик ал. Кестік. Тағы айналдыр. Не түсті? 100 теңге, 100 теңге. Жоқ, шоколад түсті. Шоколад. Ең соңғы рет. Қайтадан. Не түсті? Ештеңе. Крестик түсті. Да, не түсті? Опять кестик. Мама түсті. Все, болды. Заңғардың заттарын көрейік не? Менде Сок, альбени, смак, Айбардың заттары. шай. Шарик, печенье, шоколад, фан. И 100 теңге, 200 теңге. Битінде бақалендер. И маған 100 теңге. Иә. Неде? Мынау хрустясы. Көрейік. Мама, біз мынау бәрін затты қалдыру керек болды. Мына хрустящий. Мама, неге әкелме? Мама, неге әкелме? Қалдың? Мынау біз не бәрін жеп қойып сол қалу керек болды. Неге әкелме? Біз олыннандай ойда сол болған еді. Осылай, бесіне аузың адам көзін жұмтады, бересің. Соны ұғады өйді. Аттоға әлде қалды ғой. Жоқ, мынау. Мә. Güzel. Котлетка. А вот это. Вот она вот поставь. Сейчас. До конца зажуй. Сейчас. Подожди. Два чипса сразу. Я хочу пить. Давай, мама, надеемся. Мне канаты уже қоямыз. Налай, я? Сонымен осы таңдаймын. Қайсы жаттым? Сонымен өкідің өкіп.